Қызым, бұл қазақ халқының ұлттық бас киімі тақия деп айтылады. Анасың маған тақия деп беріңізші. Жарайды, олай болса, мен саған тақия тігіп берейін. Келе ғой. Қазақ халқы дүниеге келген қыз балаға тұлым, ер балаға айдар құйған. Тай-тай басып жүре басқан қыз балаға көз тимесін деп маржандалған тақия кигізе бастаған. Тақия қыздардың үкілеген әсем әшекей бұйымдарына тағылған. Сырып тігілген, кестеленген, дөңгелек бас киімі. Үкілеген тақия қазақ қыздарының ең жақсы көріп киетін бас киімі. Тақияның ою өрнектері мәнеріне қарай әртүрлі ерекшеліктерге ие болып келеді. Қыздардың тақиясы қызыл, күлгін, көгілдір, жасыл түстермен шұға, барқыт, мақпал, жібек маталармен сырып тігілетін болған және әртүрлі түсті моншақ, маржан, алтын, күміс теңгелермен асыл тастар қондырып безендіреді. Тақияның төбесіне үкінің қауырсынын тағады. Бұл тек әсемдікке ғана емес, қыз баласын бақытқа әкеледі деп наным сенім болған. Ал әйелдердің бас киіміне келетін болсақ, олар бөрік, өкебай, жаулық, сәукеле, желек, күндік, қалпақ, кимешек және тақия болып көптеген түрге бөлінген. Міне қызым, саған арнап тіккен тақиямыз да дайын болды. Біз бүгін тақияны мақпал матасынан, қызыл түстісінен, сыртына зерделенген дайын жіппен көмкеріп тіктік және маржан тастарды қолдандық және қызыл тастарды көз өтпеу үшін қолдандық. Рахмет, әдемі болды. Ке қоя.